Мен Салимов Батыр Бахадурович, 1993 жылы туылғанмын. Осы оңтүстіктің тумасы, қазіргі таңда заң ғылымдарының магистранты. Бүгінгі күнде Қазақ Соқырлар қоғамы қоғамдық бірлестігінің Ленгер оқу өндірістік кәсіпорнының директоры. Кітапханаға мен көп келемін, себебі бұл жерде өте көп қызықты мәліметтер бар. Яғни менің оқуыма қатысты, жұмысыма қатысты көптеген ғылыми зерттеулер үшін сондай-ақ көптеген әдебиеттер осында алғам. Мен даже бакалавр білімімді де көптеген мәліметтерді осы жерден алғам. Осында жұмыс істейтін кісілер өте көп көмегі тиген сол кезде. Арнайы кітапханалардың жұмысы қазіргі таңда өте маңызды, өйткені көз мүгедектерінің арасында, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың арасында қазіргі таңда білім алу саласы өте қарқынды дамып келе жатыр. Оларды нығайту үшін өте қажет арнайы кітапханалар. Оны, конечно, материалдық құралдармен қамтамасыз ету керек, яғни Брайль кітаптары мен және де оқу құралдары мен Брайль кітаптарды оқитын және Брайль кітаптарды шығаратын сондай үлкен базалар құрылу керек. Бұлар бізде өкінішке орай барлық өңірлерде бар емес, сондықтан өте қажет нәрсе деп санаймын. Айтатын болсақ, қоғамда төмендетулер болады, бірақ біз азамат болғаннан кейін бәріміз құқығымыз тең құқылымыз, және де олар енді бес саусақ бірдей емес, мүмкін біреу жаңағыдай неграмотный, мүмкін біреуіне, бірақ ол кісілерде артықшылық өте көп. Неге? Шығармашылық жағынан олар жоғары тұрады, және де басқа да өзінің, мысалы үшін, спорттық жағынан жоғары тұрады. Сондай өзінің артықшылықтары бар. Сол үшін олар тең құқылы деп санаймын. Бүгінгі таңда көз мүгедектерінің жаңағыдай жүріп тұру қимылдарына қамтамасыз ету үшін 60-70%-ға қамтамасыз етілген. Бұл инфрақұрылымды айтамыз бұл жерде, мәліметтерді алуды айтамыз бұл жерде. Мәліметтерді алу деп, яғни сайттардың көз мүгедектеріне қолжетімділігін айтып отырмын. Яғни халықаралық ұйымдар бар, которые оны зерттейтін. Қоғамда олар тең болу үшін білім. Ең керегі ол білім.